Алға қарай ұмтыл. Өмірде табандылықтың орнын ештеңе баса алмайды. Талантты болса да, жолы болмағандар көп. Данышпан болса да, ойлары жүзеге аспағандар көп. Тіпті ең жоғары білім де оны алмастыра алмайды. Өйткені әлем білімді жалқауларға толы. Ең басты құдірет табандылықпен өз дегеніңнен қайтпау. Ең қиыны әрекет етуден бастау. Қалғанның бәрі тек табандылыққа байланысты. Біз барлығы қолымыздан келгенше соңына дейін істесек, нәтижесінде өзіміз таң қалар едік. Табандылық батылдық қапқаны. Данышпандықтың құпиясы қарапайым: еңбек, табандылық және парасаттылық. Талпыныс тәжі табандылық. Табандылық бұл бір нәрсені бір рет жасап керемет нәтиже күту емес. Табандылық мақсатыңызға жеткенше қиындыққа қарамастан мұны қайта-қайта жасау. Мінсіз жағдайлардың басталуын күтпеңіз. Қолыңызда бар нәрседен бастаңыз және мақсатыңызға жету үшін бар нәрсені пайдаланыңыз. Табандылық үлкен жетістіктерге жетудің кілті. Алдыңа биік мақсаттар қойып, оған жеткенше тоқтама. Мен 2000 рет талпынып, дұрыс шешім таба алмадым. Енді бір ғана дұрыс шешім тапсам болды. Алдыңа биік мақсаттар қоюдан қорықпа. Мақсатыңды анықтауда өршіл болудан қорықпа. Соған жету үшін шыдамдылықпен және табандылықпен жұмыс істе. Бір істі істеп өкіну, оны істемей 2 рет өкінуден жақсы. Кім шыдамдылықпен жолын жалғастырса, бәрі қиын болып көрінсе де мақсатына жетеді. Шешімнің беріктігі сәттіліктің жартысы. Кімде-кім қиындықтың жүгін күлімсіреп көтерсе, оны табандылықпен жеңілдетеді. Қасқырдың жемтігіне ұмтылғанындай мақсатыңа ұмтыл, не болса да. Кімде-кім тауды бағындыруды шешсе, кішкентай тастардан бастайды. Таулардан өткен өзен суы сияқты шешімділік барлық кедергілерді жеңеді. Ерік жігер өмірдегі ең биік шыңдарды да жеңе алады. Өз мақсатына табанды түрде ұмтылған адам табысқа жету жолын өзі жасайды. Тағдыр батыл болып алға ұмтылғандарға бағынады. Есік жабық болып көрінсе, оны ашудың кілті шешім. Өз ауыртпалығын табандылықпен көтерген адам одан алға ұмтылуға күш табады. Төзімділік уақыт пен қиындықты жеңетін даналық. Мінсіз сәтті күтпеңіз, оны қабылдаңыз және оны табандылықпен жетілдіріңіз. Су сияқты бол, тұрақты ағын ең қатты тасты да жарып жіберуі мүмкін. Өткен қателіктердің болашағына кедергі болуына жол берме. Сабағынан сабақ алып, алға ұмтыл. Армандарды шындыққа айналдыратын құпия шешім. Жақсылыққа ұмтылу табандылықты қажет етеді. Үздіксіз жетілуге дайын болыңыз. Қателіктерден қорықпа, олар шеберлікке апарар жолдың бір бөлігі. Үйрену және алға жылжу маңызды. Табысқа жетудің құпиясы күн сайын тұрақты шешімділікпен шағын қадамдар жасау. Құрметті көрермен, ана тілді арнамыздың дамуын қолдай отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.